Бұл дауды Әлбек шешсін. Әлбек Әлбек шешсін бұл дауды Әлбек. Сөйле. О, мырза, мен және де бұл әйел барлығымыз бір үйде тұрамыз. Мен осы үйде баламды дүниеге алып келдім. Мен босанғаннан кейінгі 3-ші күні бұл әйел де босанды. Ал кешегі күні біз үйде жалғыз болдық. Отағасы сапарға кеткен еді. Сол түні бұл әйелдің баласы қайтыс болды. Бұл әйел түнде тұрып, менің баламды алып, өзінің өлі баласын менің кеудеме қойды да кетіп қалды, түсінесіздер ме? Маған баламды қайтарып берсінші, өтініш. Мырзам, әділеттілікті сұраймын, баламды қайтарып берсінші. Жоқ, сенбеңіздер бұл сөзіне, бәрі өтірік. Сен ойша мен өтірікші болып тұрмын ба? Бұл менің балам, сен ол өлі, ал мен ол тірі. Жоқ, сен өтірік ал айтасың. Қалай түсінбейсің? Бұл менің балам, сенің балаң өліп қалды. Қалай түсінбейсің? Ол менің балам. Бұл менің ұлым. Әке, бұл жолы билікті маған беріңіз. Сүлеймен пайғамбар туралы айтып едіңіз ғой. Дауды мен шешіп көрейін. О, жамағат, бұл қалай болғаны? Билікті балам сұрапты. Баланың тілегіне не дейсіздер? Ерсін. Бар жақсылар. Бұл қалай болғаны? Біреуің айтасың, менің балам тірі сені өлі деп. Ал біреуің айтасың, менің балам тірі сені өлі деп. Сондықтан кішкентай нәрестені ортаға алып келіңіз. Екеулеріңіздің де тілектеріңізді орындайын. Баланы ортасынан қақ бөліп беремін. Өлтірмеші баламды, өлтірмеңізші баламды. Маған баламның амандығы керек. Мейлі ала берсін мына әйел баламды. Тек өлтірмеңіздерші. Ашуыңды бере көрші маған, баламды өлтіре көрмеші. Келісемін, маған да жоқ, оған да жоқ. Дұрыс шешім. Уа жақсылар, өз баласын өлімге қимай, өзгеге қиған ана, нағыз ана. Балам. Дау шешілді. Жарадың балам, жарайсың. О, халайық, дау оңынан шешілді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Аумин.